Қайырлы күн достар, сіздермен Аяжан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен құлпынай қосылған дәмді пирог жасайтын боламыз. Рецепті соңына дейін қарап, маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Ұнаған жағдайда каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта оңай әрі жеңіл рецептермен бөлісіп отыратын боламын. Алдымен електен өткізілген ұнымызға бөлме температурасындағы сары майымызды салып, жақсылап ұнмен қант қосып, жақсылап араластыратын боламыз. 1 шай қасық қопсытқыш, разрыхлитель және де 1 шай қасық ванилин саламыз. Ванилин қалауыңызша. Жұмыртқаның сарысын, 1 жұмыртқаның сарысын және де 50 мл сүт қосып, жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Бұл пирогымыздың песочный тестасын жасайтын боламыз. Мінекей қамырымыз дайын болды, жұмсақ қамыр. Енді бір шетке қойып, салмасын дайындаймыз. Салмасына 300 грамм қаймақ, дүкендегі 20% қаймақты қолдансаңыздар болады. Кейіннен 3 жұмыртқа. Майда болған жағдайда 3 жұмыртқа, егер үлкен болса 2 жұмыртқа қосуға болады. 100 грамм қант қосып, венчиктің көмегімен араластырамыз. 2 үлкен ас қасықпен кукурузды крахмал салып, араластырып, салмасын дайындап қоятын боламыз. Ендігі кезекте жаңағы песочный қамырымызды қалыпқа салатын боламыз. Қолмен қалыпқа жайсаңыздар да болады, немесе осылай оқтаудың көмегімен үлкейтіп алып, қалыпқа салуға да болады. Мінекей қалыпқа салып, жан-жағын бәрін тегістеп туралайтын боламыз. Осы уақытта пешімізді 180 градуста қыздырып қоямыз. Тестамызға құлпынайларымызды салып, барлығын жайғастыратын боламыз. Өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Кейін салмамызды құйып, духовкаға 35-40 минутта пісіріп алатын боламыз. 180 градуста пісіреміз. Мінекей осылай іркілдеп шығады. Қорықпағандарыңыз жөн. Бірінші суытып алып, кейіннен холодильникте 4-5 сағат салқын жерде холодильникте сақтаймыз. Минимум 4-5 сағат, максимум 1 түнге қалдырсаңыздар да болады. Кейіннен осылай кесіп, ұсына беруге болады. Дәмі енді керемет шықты, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын баршаңызға. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.